Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге бақылайық ақпараттық танымдық бағдарламасы бүгінгі түсірілім жұмыстары табиғаты тылсым ғажайыптарға толы атақты Шоқан Уәлихановтың ізі қалған Кербұлақ ауданында жалғасын таппақ. Бүгінгі сапар аясында Кербұлақ ауданының діни ахуалына тоқталамыз. Аудандағы діни зиярат ететін нысандар мен ғибадат орындарына, сондай-ақ көрікті жерлеріне шолу жасаймыз. Одан бөлек 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні мерекесіне деген аудандағы түрлі этнос өкілдерінің ақжарма тілектерін тыңдайтын боламыз. Олай болатын болса, біз бастаймыз. Кербұлақ ауданы Алматы облысының орталық бөлігінде орналасқан әкімшілік бөлініс. Аудан 1973 жылы құрылған. Аумағы 11,5 мың шаршы шақырым. Орталығы Талдықорған қаласынан 90 шақырым жерде орналасқан Сарыөзек ауылы. 1997 жылға дейін Талдықорған облысы аумағында болып келген. Бұрынғы Гвардия және Кербұлақ аудандары негізінде 1997 жылы қайта құрылып, қазіргі атымен аталады. Аудан халқының саны 48 мыңнан асады. Ұлттық құрамы: қазақтар 89%, орыстар 8,4%, шешендер 1,47%, татарлар 0,37%, ал басқалар болса 0,89% құрайды. Кербұлақ ауданының біліктілігі жоғары деңгейлі дінтанушы маманы Руслан Байжанның айтуынша, ауданның діни ахуалы тұрақты, этносаралық және конфессияаралық қатынастар да бір жолға қойылған. Тұрғындардың дін саласына қатысты сұрақтарына дінтанушы маман тарапынан ресми әлеуметтік желілер арқылы жауаптар беріліп отырады. Мен Байжан Руслан Жұмабайұлы, Кербұлақ ауданы бойынша біліктілігі жоғары деңгейлі маман дінтанушымын. Кербұлақ ауданы бойынша діни ахуалға тоқталып өтетін болсам, бүгінгі таңда Кербұлақ ауданы бойынша 28 діни бірлестік тіркелген. Оның ішінде жеке тоқталып атап өтер болсам, 24 мұсылмандар мешіті, 3 православ және 1 католик шіркеуі бүгінгі таңда өз қызметтерін атқаруда. Ақпараттық түсіндіру тобы бойынша Кербұлақ ауданында 11 адам мүшелік етіп өз қызметтерін атқаруда. Біз Кербұлақ ауданы бойынша барлық діни мәселелер бойынша арнайы әлеуметтік желіде Кербұлақ дін істері парақшаларын ашып, тиісті келіп түскен сауалдарға толыққанды жауап беріп отырамыз. Бүгінгі таңда Кербұлақ ауданы бойынша діни ахуал тұрақты. Кербұлақ ауданы Қазақстан Республикасының діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018-2022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асып жатқан экстремизмсіз аудан арнайы жобасы негізінде деструктивті діни ағым ұстанушы азаматтары жоқ діни ахуалы тұрақты аудандар қатарына енді. Экстремизмсіз аудан арнайы жобасы діни экстремизмнің алдын алу бойынша тұрғындардың діни сауатын арттыру, ата-бабадан мұраға қалған ұлттық құндылықтарымызды жаңғырту, салт-дәстүр мен мәдениетімізді және тағылымы мол тарихымызды қастерлеу, діни экстремизм мен терроризмге қоғам болып қарсы тұру, деструктивті діни ағым құрбандарын оңалту сынды бағыттарды негізгі мақсат қылып отыр. Әлбетте, Кербұлақ ауданының ең басты жауһары, қазіргі тілмен айтқанда фишкасы, ол әрине Алтынемел ұлттық табиғи паркі. Алайда, жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді демекші. Сапарымызда алдымен осы Алтынемелдің солтүстік баурайында өмірінің соңғы жылдарын өткізген қазақтың көрнекті ғалымы, атақты саяхатшы, этнограф Шоқан Уәлиханов жайлы бастағанды жөн көріп отырмыз. Өйткені шоқтығы биік Шоқанның ізі жатыр мұнда. Біз қазір Шоқан Уәлиханов атындағы Алтынемел мемориалдық мұражайының жанында тұрмыз. Бұл мұражай
көрнекті зерттеушінің 150 жылдығына орай 1985 жылы ашылған екен. Ғимараттың сырты қазақтардың көне наным сенімдеріне сай дүниенің төрт бұрышын бейнелейтін бұрыш элементтері бар мазар түрінде салынған. Ал ішкі көрінісі болса, кәнігі киіз үйді елестетеді. Шоқан Уәлихановтың ағартушы ғалым, этнограф, тарихшы, географ сияқты қызметінің барлық аспектілері мемориалдық кешеннің залдарында айқын көрсетілген. Сондай-ақ ғалымның қолданған жеке заттары, қаруы, ер тоқымы, карталар мен сызбалар, экспедиция барысында жасалған графикалық көркем суреттер мен қолжазбалар да бар. Әлемнің 7 ғажайыбының бірі болып саналатын бұл мұражайда 500-ге жуық экспонат бар. Мұндағы экспонаттардың басым дені Ресей музейлерінен, Алматы мұрағатынан және Шоқан Уәлихановтың ұрпақтарынан алынған заттармен толықтырылған. Музейге 2013 жылы қайта жөндеу жұмыстары жүргізілген екен. Ал осы музейдің шыға берісіндегі іргеде мүсінші Юлиан Рукавишников пен сәулетші Николай Миловитов жасаған Шоқан Уәлихановтың ескерткіші тұр. Ресейлік қос мүсіншінің қолынан шыққан бұл ескерткіш бұл жерге музейден бұрын орнатылған екен. Міне бізде Алтын Емел қорығының аумағына келіп жеттік. Бұл жердің климаты жазда ыстық, ал қыста суық болып келеді. Саябақ аумағынан туристерді қатты қызықтыратын бірегей табиғат құрылымдары мен байырғы тарихи ескерткіштерді кездестіруге болады. Алтын Емел мемлекеттік ұлттық табиғи паркі Жетісу алатауының оңтүстік сілемдерінің арасында орналасқан. Жер көлемі 520 мың гектар. Шатқалдарында ежелгі адамдардың тасқа қашап салған суреттерін көре аласыз. Алтын Емел табиғи паркі Қапшағай мемлекеттік аңшылық шаруашылығы негізінде 1996 жылы құрылған. Географиялық орнына келер болсақ, аталмыш парк Кербұлақ және Панфилов аудандарында орналасқан. Бақтың құрамына Қапшағай бөгенінің солтүстік бөлігі мен Іле өзенінің оң жағалауы, Жоңғар алатауының сілемдері, Кіші және Үлкен Қалқан, Ақтау, Қатутау, Дегерес, Матай, Шолақ, Қояндытау таулары мен өте сирек кездесетін табиғат ескерткіштерінің бірі Айғайғым кіреді. Біз уақытты оздырмай, осы бір атақты Айғайғымға қарай бағыт алдық. Бұл жерді Айғайғым немесе Әншұғым деп атайды. Жер ұзындығы 3 шақырым, ал биіктігі болса 150 метрге дейін жетеді. Құмның тағы бір ерекшелігі құрғақ күндері әуенді дыбыстар шығарады. Сондықтан да бұл жерді Айғайғым деп атап кеткен. Жібек жолының бойында орналасқан осы Әншұғымның үнін есту үшін жолаушылар әдейі атбасын бұрады екен. Оның әуені бірнеше шақырымдарға жайылып, алыстан естіліп тұрады. Кейбір пікірлерге сүйенсек, құмның ұсақ бөлшектері бір-біріне үйкелген кезде түрлі әуенді дыбыстар шығады екен. Осы сиқырына байланысты құм жайында көптеген аңыздар пайда болған. Құмның тағы бір ерекшелігі, ол басқа құмдар сияқты орнын ауыстырып көшіп жүрмейді. Керісінше, мыңдаған жылдар бойы Алтын Емел аумағында бір орнында тұр. Жергілікті тұрғындар айтатын аңыздарға сүйенсек, дәл осы құмның астында Шыңғысхан және оның сенімді жауынгерлері жерленген екен. Құмның сиқырлы әуені арқылы Шыңғысхан өз жеңістері жайлы ұрпағына сыр шертіп жатыр деген сияқты тарихи аңыздар да бар. Өзімізге белгілі Алматы облысы көп конфессиялы өңір болып саналады. Облыс аумағында түрлі этнос өкілдері мен ұлыс өкілдері бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп келеді. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні қарсаңында
Кербұлақ ауданындағы сондай берекесі мен бірлігі жарасқан этнос өкілдері аталған мейрамға деген ақжарма тілектерін ақтарып, Қазақстан халықтарына алғысын жаудырды. Ардақты қалайық, мерекелеріңізбен құттықтаймын. Біз мына шаңырақтың астындағы тұрып жатқан көп ұлтты мемлекетпіз. Шаңырағымыз биік, босағымыз берік, басымыз аман, деніміз сау болсын. Мерекелеріңіз құтты болсын, ағайын. Құрметті біздің отандастар, қазақстандықтар, баршамызды айтулы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Барлығымызға зор денсаулық, отбасыларымызға құт береке, бақыт тілеймін. Елімізде тек қана бейбітшілік, бақ береке болсын. Халықтар достастығы мызғымасын. Құрметті көрермен, бақылайық ақпараттық танымдық бағдарламасының кезекті саны осымен тәмам. Алматы облысы Дін істері басқармасы және оған қарасты қос орталық ұжымы сіздерді 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күнімен шын жүректен құттықтайды. Еліміздегі татулық пен тұрақтылықтың тұғыры шайқалмай, бейбітшілік пен ынтымақтың ғұмыры мына тұрған мәуелі ағаштай тамыры тереңге жайыла берсін. Аман, сау болыңыздар.